Біз пациент Муханов Клара деген пациенттің пробудкасын толтырамыз. Бұл толтырылған пациент келіп қойған, бізге жатып кеткен. Протоколға кіреміз. Протоколдан лица основных показателей состояния больного іздеп табамыз. Оны врачтар, реаниматологтар создавать етеді. Создавать етпесе айту керек, создавать етіңіз деп. Одан кейін осылай шаблон шықты. Бұның бәрі толып тұр негізі. Мен сіздерге толтыру жолын көрсетемін просто. Мысалы бізде блоктар болады. Жасыл блок, бірінші блок, екінші жасыл, екінші блок, үшінші жасыл, бұл и төртінші жасыл. Так блоктар болып бөлінеді. Одан кейін бұл жақта бізге ставить ету үшін жаңағы картинка қасына тұрады негізі. Толтырылған ғой. Толтырылған. Так, ставить етеміз. Ставить еткеннен пробудка вот и Нұрлыбек. Пробудка өзім создавать етіп бергенмін тоже. Лекче болу үшін. И міне ставить етілді. Бұл жақта толтырылған. Тоже как дайын. И фамилия, имя, отчество жазылып тұр. Бұл старый пациентка шаблонда. Оны өшіреміз. Өшіргеннен кейін толтырып атқан пациенткін копируем, потом ставим туда. Осы жерге қайттан қоямыз. Что шатасып кетпеу үшін. Enter басасыздар. Одан кейін толтырылған пациентқа бұл жақта запись палатада жаңағы пробуждениеда давление бәрін врачтар тоже жазып қояды. Боль нет деген обезболивающий негізі жасалмаған. Тоже лимиттерді позже бәрі жазып қойған. Енді үстіне көтерілеміз. Көтерілгеннен кейін бұл жақта бізде старый пациентке негізі ибрантил, фиброфит, осы натрий хлориді капать етіліп, пациент қалай түседі 15:00-де. Сол 4 пульмен ауырсынумен түскен. Сол үшін обезболивающий фиброфит салынған. Внутрь мышечно дейді. Внутрь вена салынатын болса, тоже 15 минут, ал внутрь мышечно болатын болса, жарты сағат там белгіленеді оценка боли. Міне бізде бір жарты сағаттың ішінде переоценивать еткен. Екінші 14:00 тоже жарты сағатта переоценивать бір берген. И 500 мл фильтр раствор и боль 0 болған. Осылай дайын шаблон тұр бізге. Фамилия, имя, отчествоны тоже өзгертіп жазасыздар. Одан кейін жаңағы давлениялардың барлығы как шаблондағыдай болу керек. Осымен бітті.